Асу Алмабаев туралы 10 дерек. Асу Абайұлы Алмабаев қазақ аралас жекпе-жек жауынгері, UFC демеушілігімен аса жеңіл салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. М1 аса жеңіл салмақтағы бұрынғы чемпионы, сондай-ақ Absolute Championship Ахмат, IMC, Fight Night Global, Brave Combat Federation, М1 Global және тағы басқа жауынгерлік ұйымдарының турнирлеріне қатысуымен танымал. Асу Алмабаев 1994 жылы 25 қаңтарда Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңаталап ауылында дүниеге келген. Ұлы жүздің ыстыруынан шыққан. Жастайынан ұлттық күрес, қазақ күресімен айналыса бастады. Асу 5-ші сыныпта оқып жүргенде, оның отбасы Алматы қаласына көшіп, сол жерде Асу басқа спорт түрлерімен бокс, карате, қоян-қолтық ұрыс және джиу-джитсумен айналыса бастады. Көптеген жаттығулардың арқасында ол өзінің қолынан аралас жекпе-жек MMA жақсы келетінін түсінді. 10 жасар Асу Алматыға көшіп келгеннен бері ата-анасының шағын сауда нүктесі болған Алтын Орда базарында жұмыс істеді. Асу 23 жасына дейін базарда жұмыс істеп, кейін спортты таңдап, кәсіби түрде өнер көрсете бастады. Өзінің мансабының басында Асудың досы әзілдеп ойлап тапқан «Братан» деген лақап аты болды. Алмабаевты Торнадо деп те атаған. Кейінірек Асу кітап оқып, оған Мұхаммед пайғамбардың қылышы Зұлпықар Семсер туралы әңгімесі ұнап, жауынгер осыны алуды шешіп, тек осы лақап атпен өнер көрсетуді жалғастырады. Негізгі жекпе-жекте қолданатын стильдері: грэпплинг, MMA, бразильдік джиу-джитсу, қазақша күрес. Жаттығып өнер көрсетіп жүрген командасы Дар Pro Team. Бойы 162 см, өнер көрсетіп жүрген салмағы 56 келі. Кәсіби мансабы: жалпы 24 жекпе-жек, жеңгені 21, жеңілгені 3. Жеңгені 3 нокаутпен, 9 берілу әдісімен, 9 төрешілер шешімімен. Жеңілгені 2 нокаутпен, 1 төрешілер шешімімен. Назарларыңызға рахмет.